Қазір интернетте бір нәрсе қатты көбейді. AI видеомен айына миллион табасың. 2 видео салда байып кет. Толық автоматтанған канал аш. Осындай видеоларды күнде көріп жүрміз. Бірақ шындық қандай? YouTube шынымен AI контентке қарсы ма? AI видеомен ақша табуға бола ма? Қандай каналдар ақша тауып жатыр? Ал қандай каналдар монетизациядан шығып кетіп жатыр? Бүгін осы видеода мен саған AI каналдардың қалай ақша тауып жатқанын, YouTube'тың AI контентке нақты көзқарасын, монетизейшннің не үшін ұшатынын, контентті қалай дұрыс оригинал қылу керектігін, дұрыс дауыс клонын қолдану жолын, story channel қалай жасауға болатынын толық түсіндіріп беремін. Видеоны соңына дейін қара, себебі көп адам ең маңызды жерді түсінбей қалады. Кеттік. AI каналдар шынымен ақша тауып жатыр. Қазір YouTube'да өте көп AI story channel бар. Мысалға, тарихи оқиғалар, бай адамдардың тарихы, брендтердің тарихы, мотивациялық стористер, мини документациялық фильмдер. Осындай каналдар миллиондаған қаралым жинап жатыр. Және ең қызығы, олардың көбінің видеолары өте қарапайым. Бірақ табыстары өте үлкен. Неге? Өйткені олар глобал аудиториядан қаралым алады. Мысалға, Америкадан, Германиядан, Испаниядан. Осындай елдерден қаралым келетін болса, доходта, яғни табысыңыз да қатты өседі. YouTube AI контентке қарсы ма? Қазір ең көп қойылатын сұрақ осы. Жауап иә да емес, жоқ та емес. YouTube AI-ға қарсы емес. YouTube жалқау AI контентке қарсы. Мына жерді түсіну өте маңызды. Егер сен AI voice, яғни жасанды интеллекттің дауысын, рандом видео, кез келген әртүрлі тақырыптағы видео, немесе біреудің историясын көшіріп алу, көшірме story яғни, шаблон контенттерді жасайтын болсаң, проблема сенде. Проблема болуы мүмкін. Бірақ, егер сен AI құралдарын пайдаланып, контентті өзің оригинал қылсаң, проблема жоқ. Неге AI канал монетизациядан ұшады? Себебі олар бәрін бірдей жасайды. Бірдей дауыс, бірдей стиль, бірдей монтаж, бірдей шаблон. YouTube не көреді? Бұл mass produced content деп қабылдау мүмкін. Яғни сол жерде проблема басталады. Өйткені барлығы қайталанған контенттер. Ең маңызды нәрсе дауыс. YouTube'да маңызды дауыс, барлық мән қоятын жер дауысы. Қазір ең маңызды нәрсеге келдік. Voice. Мысалға, сен AI арқылы видео жасадың. Қазір Gemini'ді қолдандың, басқа жасанды интеллекттерді қолдандың, видео жасадың. Сценарий AI, ол жердегі эпизодтар, кадрлардың барлығын сценарий жазып беретін барлығы жасанды интеллект. Видеоны AI жасады, суретті де AI жасады. Енді үстіне классик AI дауыс қойдың. Міне, ең қауіпті жер осы. Неге? Өйткені сол дауысты мыңдаған каналдар қолданады. YouTube мұны бұрыннан таниды. Сол кезде originality, яғни оригиналдық төмен болып көрінуі осы жерде. Ары қарай проблема сенің каналыңда басталады. Контентті қалай 100% оригинал етуге болады? Яғни жасанды интеллектпен жасадық, бірақ қалай 100% оригинал етеміз? Өте оңай. Өзің дыбыста. Болды. Көп адам ойлайды, даусым жаман, дикциям нашар, акцентім бар. Бұл проблема емес. Ең маңыздысы дауыс, жеке дара дауыс болу керек. Өзіңдікі болу керек дауыс. Енді қазір ол дауыс жасауды да оңай жолдары бар. Дауыс клондау деген нәрсе бар. Voice clone дегенде. Қазір voice clone технологиясы өте қатты дамып кетті. Сен өз дауысыңды жасанды интеллектке үйретесің. Сосын AI сенің даусыңмен бастап сөйлей бастайды уже. Бірақ бұл жерде ең маңызды нәрсе дауыс сенікі. Яғни бұрын еш жерде қолданылмаған. Міне, оригинал деген нәрсе осы жерде басталады. Жасанды интеллект қалай жасалады? Жасанды интеллектпен канал қалай жасалады? Қазір workflow деген нәрсені көрсетейін сіздерге. Қадам-қадам бойынша. Бірінші, оқиға жазасың, бастан бастап. Мысалға, қарапайым мысал, Энзо Феррари тарихы, немесе Тесланың тарихы, немесе тарихи бір оқиғаны аласыз. Екінші, жасанды интеллект арқылы соған сценарий жазасыз. Қазір OpenAI, Gemini, Cloud, көп қазір. Copilot деген сияқты. Көп жасанды интеллекттің бірін таңдап, солармен сценарий жаздырасыз. Бірақ маңызды нәрсе story, яғни оқиға эмоционалды болу керек. Адамды ұстап тұру керек, ол жаңағы оқиға. AI арқылы видео жасайсың. Одан кейін әрбір эпизодтар үшін, яғни сахналар үшін промпт жазасың. Мысалға,
Young Enzo Ferrari walking in the old style Italian street деген сияқты. Бір қарапайым әрбір кадрыңа, эпизодыңа жеке-жеке бір промпт жасайсың да, видеоны істетіп аласың жасанды интеллект арқылы. Сосын жасанды интеллект арқылы суретін жасайсың, видеосын жасайсың барлығын. Енді видео экстенд техникасы. Мына жерде осы нәрсеге мән беру керек. Видео жасанды интеллект жасаған кезде қысқа-қысқа жасап береді саған. 8-10 секундтық мысалға. Сол үшін соңғы кадрларды скриншоттап сақтап аласың өзіңе. Соңғы сахнаны қайтадан жібересің. Continue this scene, яғни осы нәрсені жалғастыр ары қарай деп видеоны ұзарта бересің. Яғни историяны көбейте бересің. Ары қарай одан кейін сол видеолардың барлығын алып болғаннан кейін жасанды интеллектте бәрін монтажға саласың. Мысалға CapCut немесе Adobe Premiere. Музыка, дыбыс, эффект, субтитр бәрін қосасың монтаждың ішінде. Екі үлкен қателік бар мына жерде. Ең маңызды жер осы жерде. Көп адам екі қатені жасайды. Үстіне жасанды интеллекттің дауысын қоя салады. Контентке эмоция қоспайды. Сол үшін видео робот жасаған сияқты, яғни жасанды интеллекттің жасалғаны бірден білініп қалады. Адамның жасағаны білінбейді, яғни адами байланыс сезбейді ол жерде. Неге кейбір қарапайым видеолар атып кетеді? Вирал болады, вирусный видеолар болады. Көп адам ойлайды, мен Голливуд деңгейінде жасаймын. Қажет емес ондай нәрсе. Голливуд деңгейінде качествода видео жасау қажет емес. Шындық қарапайым. 2D, яғни 2 боyutlы анимейшн көбінесе жақсы өтеді. Неге? Өйткені адам тез түсінеді. Simple storytelling жақсы жұмыс істейді. YouTube нені тексереді? YouTube сенің AI қолданғаныңа қарамайды. Олар қарайды, контент оригинал ма? Ол жерде контентті бірдеңе түсіндіріп жатыр ма? Яғни маңыздылық, value бар ма ол жерде? Және адамның еңбегі бар ма? Және narration unique па? Яғни өзі жеке дара қолданылған нәрсе ма бұл? Соған қарайды, яғни идея бар ма деген сияқты. AI контентпен глобальный канал жасауға бола ма? Иә, болады. Тіпті қазір бұл өте үлкен мүмкіндік. Себебі дауыс клондау арқылы ағылшын тілінде, испан тілінде, неміс тілінде контент жасай аласың. Глобальный аудитория жинай аласың. Ең маңызды қорытынды AI тек құрал ғана. Бірақ адамдар AI-ды жалқаулық үшін қолданады. Сол жерде проблема басталады. Егер сен бір оқиға жазатын болсаң, монтаж жасайтын болсаң, дауысыңды жеке, яғни өзіңнің дауысыңды қолдансаң, эмоция қосатын болсаң видеоның ішіне, онда AI контенттен де үлкен канал жасауға болады. Қорытынды, YouTube'да AI видеомен ақша табуға болады. Бірақ копи-паст жасама, шаблон контент жасама, классикалық жасанды интеллекттің дауысын қолданба. Ең маңыздысы контентке өзіңнің ізіңді қалдыру. Сонда ғана YouTube оны оригинал контент ретінде көреді. Пікірге жазып кет, сен AI канал ашып көрер ме едің? Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.